Сәлем достар, сіздермен Teacher Мәке, және бүгін сіздермен 7-ші сабағымызды өтіп жатырмыз. Бұл жерде яғни 7-ші сабақ практика жүзінде өтеді, және болашақ сабақтарда осылай өтеді. Сіз алдыңғы сабақтарымды көрмесеңіз, соларды көргеніңіз дұрыс болады, себебі сол жерде біз теорияны өттік бірінші бір 4-5 сабақта. Енді қалған видеолар сол теорияға қатысты практика болады. Жарай ма? Біліп кететін нәрсе, біз present simple, яғни базалық шаққа қарап жатырмыз, және present simple'дың ішінде әрекет жоқ сөйлемдерге қарап жатырмыз, әрекет жоқ. Бұл жерде am, is, are ол әрекет жоқты білдіреді. Яғни, мысалы, he is a teacher, ол мұғалім, бұл жерде ешқандай әрекет жоқ. Ал егерде he eats десе, басқа уже етістікті қолдансақ, ол тамақ жейді, ол жерде әрекет бар. Сол біз әрекетке әлі қарамаймыз, әлі әрекет жоқ сөйлемдерге қатысты практикамыз жүріп жатыр. Біліп кететін, есте сақтайтын нәрселер, am, is, are етістіктері ең маңызды етістік болып саналады. Маңызды етістіктер болып саналады ағылшын тілінде. Ұмытпаңыздар, қашан am, is, are-ды present simple туралы айтып жатыр. Қашан present simple-да қолданасыз, ол жерде басқа етістік болмайды. Жарай ма? Сонда he is a teacher дегенде is ғана сол жерде етістік, басқа етістіктер болмайды. Сол басқа етістіктерді do, does, doesn't, don't араластырмаймыз, am, is, are бар жерде. Сіз бұл видеоны міндетті түрде көзіңізбен көріп отырудың қажеті жоқ. Сіз бұны подкаст сияқты тыңдап жүрсеңіз болады. Және бұл жерде мысалы мен he is a teacher деп айтамын. Ол мұғалім деп айтам, соны сіз ағылшынша аударуыңыз керексіз. Мысалы, ол ер адам мұғалім, содан кейін осылай бір-екі кішкене уақыт берем аударғанға, содан кейін соны аударасыз. He is a teacher дейсіз, сонда солай практика болады, солай сабақтарымыз өтеді. Сол үшін міндетті түрде бұл видеоны көрудің қажеті жоқ. Қаласаңыздар, жаңағындай тыңдап жүрсеңіз болады. Бір шаруаңызды жасап, машинада, далада жүрсеңіз ба, үйде жинап жүрсіз ба, үйді қалай болсын, тыңдап жасаңыз болады. Сол бастайық. Біріншісі, ол ер адам, ол бала. Яғни, ол бала. Қалай болады? Яғни, ол бала. He is a boy. 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 Және бұны біз сұраққа қалай айналдырамыз? Біз алдында айттық қой, am, is бар жерде сұраққа айналдыру үшін бастауышпен am, is, are етістігін am, is, are-ды ауыстыра саламыз. Сонда he is a boy, ол бала деп сұрақ. Is he a boy? Is he a boy? Is he a boy? Is he a boy? Қайталаңыздар. Is he a boy? Келесі. Ол, яғни қыз. Ол қыз бала. Қыз бала. Ол қыз. Қалай болады? Ол қыз. Ол қыз. She is, байқасаңыздар, is деп айтпайсыз, з болып кетеді. Is. She is a girl. 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 Енді ол қыз ба? Сұрақ сұраймыз. Ол қыз ба? Ол қыз ба? Қалай болады?
қалай жаңа айттық қой, иә? Is бен бастауыштың орнын ауыстырамыз, орындарын. Сонда is she a girl? Is she a girl? Сұрақ. Is she a girl? 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 Ол қыз ба? Келесі. Ол, яғни ер адам. Ол бала, ребенок. Бала, кішкентай бала. Ол бала, ер адам. Қалай айтамыз? He is a child. He is a child. He is a child. So, ол бала. He's a child. He's a child. Енді ол бала ма? Сұрақ сұраймыз. Ол бала ма? Is he a child? Is he a child? Is he a child? Орнын ауыстырдық, иә? He мен is'ді is he деп ауыстырдық. Сонда сұрақ болды. Is he a child? Is he a child? Is he a child? Енді олар балалар. Олар балалар. Қалай болады? Олар балалар. Олар балалар. They are children. They are children. Child бала болса, балалар children. Ұмытпаңыздар, children's s деп, болмаса child's s деп, мысалы, child's s деп қойып жатады s. Болмаса children s деп қойып жатады. Бұл қате. Ұмытпаймыз. Бұл қате. Ондай жоқ. Child біреу, балалар children s's. Сонда олар балалар. They are children. They are children. Енді сұрақ сұраймыз. Олар балалар ма? Олар балалар ма? Олар балалар ма? Are they children? Are they children? Are they children? Are they children? Келесі. Олар. Олар дос. Қалай болады? Олар дос. Олар дос. Олар дос. They are friends. Олар достар деп айтсақ болады, көпше түрде. Олар достар. Олар дос, олар достар. Көпше түрде келеді, себебі they болған соң friend жекеше түрінде келмейді. Friends достар деп көпше түрінде келеді. They are friends, олар достар. They are friends, олар достар. They are friends. They are friends. Олар достар ма? Олар дос па? Олар достар ма? Are they friends? Are they friends? Yeah, are they friends? Олар достар ма? Ол әке. Ол, яғни ер адам. Ол әке. Ол әке. He is a father. He's a father. He is a father. Бұны қателесіп father деп жатады. Z, TH ол Z емес. Біздің тілімізде, қазақ тілінде. The деген дауыс жоқ, соны шығару керек. Оны қалай шығарасыздар? Яғни тіліңіз жалпақтанып, тістердің екі жақтың ортасына келеді. Екі тістің, астыңғы тіс пен үстіңгі тістердің ортасында болады. The. Сіз енді айтып көріңізші, father деп. Егер де Z шықса, онда соны
сол the дауысын шығару керек, иә? Біраз айтсаңыз, 50 рет, 100 рет айтып көріңізші, the деп солай шығарасыз. So, ол әке, he is a father. Ол әке ма? Ол әке ма? Is he a father? Is he a father? Is he a father? Is he a father? Ол, яғни әйел адам. Ол әйелі. Әйел. Жұбайы. Ол жұбайы. Қалай болады? Әйелі. Біреудің тұрмыстағы. She is a wife. 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 Келесі. Ол әйел ме? Ол әйел ме? Ол жұбай ма? Is, сұрақ бірінші кетеді. Is she a wife? Is she a wife? Is she a wife? Олар әйелдер. Олар әйелдер. Они жены. Олар әйелдер. No, they are, көпше түрде келіп тұр. A-ді қолданбайсыз, and себебі көпше түрде келіп тұр. Әйелдер. Ал әйел осы жекеше түрде. Біреу ғана болса, онда and қолданасыз. They are wives. They are wives. Барқасаңыз F-E, V-E-ға қосып кетті. Бұл ережені ұмытпаймыз. Әдетте сөздің соңында F келсе, wolf, shelf, F келсе, көпше түрде келгенде wolves, V, shelves, V болып кетеді. Қасқырлар, сөрелер деген сияқты. They are wives, олар әйелдер. Олар әйелдер ме? Қалай? Are they wives? Are they wives? Are they wives? Олар әйелдер ме? Are they wives? Біз қыздармыз. Біз қыздармыз. Біз қыздармыз. Яғни, girl емес бұл жерде, біреудің қызы деп ретінде. Дочки. Мы дочки. We are daughters. We are daughters. We are daughters. Біз қыздармыз. Дочки. We are daughters. Біз қыздармыз ба? Біз қыздармыз ба? Мы дочки? Деп солай сұрайсыз, Are we daughters? Are we daughters? Are we daughters? Енді қараңыз, бұл жерде олар қыз, олар ұл және қыз. Олар ұл және қыз. Олар ұл және қыз. Мысалы, біреудің ұлы бар және қызы бар, соған олар деп айтамыз. Көпше түрінде, ағылшын тілінде. Олар қыз, мысалы, отбасыда they are. Қалай дейміз? They, олар. They are a son and a daughter. Олар ұл және қыз. Не үшін қараңыздар? Не үшін they келіп тұр? Себебі екі адам көпше түрде. Son және daughter. They are a son and a daughter. Олар қыз бен ұл ма? Олар қыз бен ұл ма? Және ұл мен қыз ба, Олар ұл мен қыз ба? Are they a son and a daughter? Are they a son and a daughter? Are they a son and a daughter? Келесі сөзіміз. Ол, сен ер адамсың. Сен ер адамсың. Бір ер адам. Қалай болады? Сен ер адамсың.
You are a man. 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 Okay? You are a man. Енді сен ер адамсың ба? Қыздарға жақсы сөйлем, иә? Ер адамдарды қайрап жатсаңыздар осылай сұрайсыз. Сен еркексің ба деп солай сұрайды ғой. Сол сияқты. Қалай айтамыз? Сен еркексің ба? Сен ер адамсың ба? Are you a man? 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 Енді қараңыздар. Келесі көпше түрінде имен жазылады, иә? Сондай сендер ер адамсыңдар. Сендер ер адамсыңдар. Сендер ер адамсыңдар. Қалай болады? Сендер қалай ағылшынша? Тура осылай жазылады. You болады. Біріншіде you сен, ал бұл жерде you сендер. Сондай сендер ер адамсыңдар. You are man. You are man. You are man. Енді қараңыз, байқаңыздар, мына жерде и тұр. Көпше түрде ер адамдар. Бұл жерде ер адам. Ей жазылып тұр. Айырмашылық қандай? Айтылуда ғана бар. Мынада біріншісінде жекеше түрде қазақша әға келеді. Толық ә болмаса, соған ұқсап тұр. Ә. A man. A man. Көрдіңіз бе? Ә деген дауыс бар сияқты, иә? A man. You are a man. Ал бұл жерде көпше түрде келгенде, имен келгенде, ол жерде келеді. Экскаватор. A man. Man. Айырмашылығы сәл, бірақ бар. Және ажырата білуіңіз керек. Сонда қараңыз. Біріншісін айтам. You're a man. You're a man. You're a man. Екіншісі. You're a man. You're a man. Көрдіңіз бе? Man. Man. Біріншісі. Man. 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 Біріншісі. Man. A man. A man. 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 A man. A man. Біріншісі. A man. A man. Екіншісі. Man. Имен. Man. 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 Келе ме? Осының айырмашылығын біліп жүріңіздер. A мен әға ұқсайды. И ол болып оқылады. Сонда біріншісі екіншісі айырмашылық біліңіз, жазып алыңыздар. Айнаға қарап бірнеше рет айтыңыздар. 50 реттен айтып отырыңыздар, айырмашылығын біліңіздер. Қаласаңыздар, маған Инстаграмға жазып жіберсеңіздер болады, директқа. Мен тексерем айтқандарыңызды. Жарайды. Олар ер адамдар. Олар ер адамдар ма? Қалай болады? Олар ер адамдар ма? Are they men? Are they men? Are they men? Are they men? Олар ер адамдар ма? Are they men? Келесі. Сен адамсың. Қалай болады? Сен келесі. Сен адамсың. You are a person. Сен адамсың. You are a person. You are a person. You are a person. Сен адамсың. You are a person. Сен адамсың ба? Сен адамсың ба? Are you a person? Сен адамсың. Are you a person? Сен адамсың ба? Are you a person?